Қазақ әдебиеті 5-ші сынып. Бөлім тақырыбы адамның сыртқы келбеті мен мінезі. Сабақтың тақырыбы адамның кейбір кездері. Оқу мақсаты эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап, не суреттеп жазу. Бағалау критерийлері. Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттайды, суреттеп жазады. Сәлеметсіздер ме, қымбатты 5-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағына хош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамның кейбір кездері. Бүгінгі сабақта эссенің бөлімдерін сақтай отырып, өздеріне таныс немесе белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап жазасыңдар. Сіздердің білетіндерің, адамдардың бойындағы мінез сипаттамалары, эссе құрылымын сақтап жаза білу. Адам болып жаратылғалы бері адамзат баласы өз болмысының құпия сырларына үңіліп келеді. Адам жаны тым жұмбақ, тым күрделі. Шексіз ойдың тұңғиығына батқан жан одан шыға алмастай алапат күй кешеді. Сүю, сағыну, жек көру, жалығу, тағы сондай сезімдер адамға тән. Бұл сезімдердің барлығын кешіп жүрген жандар өмірді, шебер жаратылысты терең тани түсетіні сөзсіз. Біз сіздерге адамның кейбір кездер кешетін қарапайымда күрделі, көңіл күйлерін баяндап көрмекпіз. Бәлкім, осынау түсініксіз сезімдер сіздің жан дүниеңізде де бар шығар. Бірінші тапсырма. Мінез сипаттамаларының қайсысын айналаңдағы адамдардың бойынан байқайсыңдар. Осы аталған мінездерді жағымды, жағымсыз деп екіге бөліп, Т кестесіне жазыңдар. Мәтіндегі ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөздерді анықтаңдар. Дескриптор. Мінез сипаттамаларының жағымды, жағымсыз түрлерін ажырата алады. Ауыспалы мағынадағы сөздерді анықтайды. Өзіңді тексер. Жағымды, жібектей есілген мінез, ерке, тура мінез. Жағымсыз, тентек, кербез, мақтаншақ. Ауыспалы мағынадағы сөздер. Жібектей есілген мінез, кісі бетіне жел боп тимейтін, қағу көрмей өскен, жел сөзге әуес, жоғын бардай, түйірін нардай қып көрсететін, болмасты болдырып, оңбасты оңдырып, ауызбен орақ орып, ойнақылықтың лебі есіп, қара қылды қақ жарып, жаны қас. Екінші тапсырма. Өзіңнің сыныптас досының біріне мінез ерекшелігін сипаттап, достық таусылмас қазына тақырыбына эссе жазыңдар. Дескриптор. Досының мінез ерекшелігін сипаттап жазады, эссе құрылымын сақтайды, сөз санын сақтайды. Тапсырма. Суретке қарап, Жау жүрек мың бала фильміндегі
өзің қалаған кейіпкердің мінезін, сыртқы келбетін сипаттап жазыңдар. Мәнінде синоним, антоним сөздерді, дерексіз зат есім сөздерді қолданыңдар. Дескриптор. Фильмдегі өзі қалаған кейіпкердің мінезін, сыртқы келбетін жазады. Мәтінінде синоним, антоним, дерексіз зат есім сөздерді қолданады.